Есімі Асылжан. Жасыңыз қаншада? Тараз қаласынан боламын деді. Қатысушы Айгүлдің бұрынғы күйеуі екен, иә? Қайырлы түн оқырман. Бүгін болса Айгүлдің бұрынғы күйеуі жобаға қатысу болып келген болатын. Оны көрген Айгүл көңілі босап кеткендей. Келсе келе берсін, әркім өз жұбын тауып кетсе жақсы ғой. Бірақ та жобада қандай қиыншылық тудырады осы мәселе. Қайта қосылып кете ме экс-жұбайлар, қалай ойлайсыздар? Ал Шерхан мен Айгүлдің таныстығы жалғасын тауып жатыр. Кездесу қанша күн болмай кешке орын алды. Бүгінде тағы бір кездесу болды. Екеуі жолығып, Айгүл бір қуанып қалған секілді. Ашық ештеңе айтпады кездесу туралы, алдағы эфирде айтатын көрінеді. Ал Айгүлдің экс-жұбайы болса, 2 рет үйленіп ажырасқан екен. Жасы болса 27-де өз тенін тауып кетуге тілектеспіз. Ал Ақботаға келетін болсақ, алдыңғы Шерхан алып келген ойыншығына жауап берген болатын. Біраз адам келгенін айтып жатыр деді. Сол бір ойыншықты беруге, құрсын камераға түсіріп, мобилографпен келіп еді 3 минутқа. Көрейік енді, қашанға дейін келіп, баласына ойыншық әпереді екен деді Бота. Бәрібірде түбі шындық ашылатын секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Пікірлеріңіз өте көп, рахмет сіздерге, оқып жатырмын. Ал әдеттегідей сіздің пікірлеріңізге көшейік. Редакция қорқынышты, сіз тек мазақ етесіз. Бұған қалай жол беруге болады? Сізге рейтингті көтеру керек болды ма? Егер ол өзі келсе де, сіз оны неге алдыңыз? Сіз өзіңіздің қатысушыңыздың сезімдері туралы ойламадыңыз ба? Айгүл, ол жерден кет, басқа таңдау жоқ. Сіздің экс-күйеуіңіз отыратын жерде сіз қарым-қатынас орната алмайсыз, сондықтан қатысушылар сізді үнемі ажырасқаныңызды айтады. Енді экс-күйеуіңіз отырады, ол отбасылық ас үй туралы бәріне айтады. Және сіздің жаңа таныстыққа жол бермейді. Айгүлді түсініп отырмын. Енді есін жинап құлпырып, тыныш өмір сүре бастағанда мына сұмырай шыға келді. Өмір бақи құтылмайсың ау. Асылжанға қолдау керек әлі де. Айгүл шалыс басты екен деп жаман атты. Қылып көрсете берме. Ол да жаңа өмір бастауға құқылы. Игромандар ешқашан оймайды. Ауру қалса да әдет қалмайды деген бар. 2 қатын жіберген еркекке 3-ші қатын өзі сияқты мәтөк біреу келмесе, басы жасайтын қыз келмейді дейді оқырмандар.